ешқайда оқыған жоқпын, білім жоқ. Жалпы жасыңыз нешеде, бұрын соңды Тұрмысқа. Қайырым уже екінші рет. Үйленгенсіз ба? Кішкене қобалжу бар деп па? Жалпы негізі жасым 33-те, бұрын соңды ажырасқанмын. Бір ұлым бар, ұлым 5 жаста. Ренжімен сұрасам бола ма? Ажырасу не себептен болды? Ажырасу не себептен болғанда? Жалпы негізі өзара келісім бойынша үйлендік, некемізді қиып, ұлымыз дүниеге келгеннен кейін ұлды өз атына аударып алдық. Яғни мемлекет үшін туған. Мемлекет үшін туған? Мемлекет үшін туған. Бұл ары қарай енді саясатта қопармай қойып, басқа да сұрақта қоя берсеңіздер. Мемлекет бала тууға тапсырыс бере ма не? Ондайды білгенде ақша табатын едік қой деп. Жоқ, не, қалай мемлекеттік үшін туған? Мемлекет мысалы... Енді атшоқсырды амыстады, менің атын алып тәтті, өзінің атын аударып алды. Типа жалғыз бас ана ретінде. Және көздеген мақсаты бар шығар, білмеймін енді. Ғой, Мәссаған. Сөйтіп, баланы көрдіңіз бе жалпы өмірде? Баланы көрген жоқпын, көрсетпейді. Мүлдем көрген жоқсыз. Яғни, перзентханадан шығарып алып, мысалы... 3 айлық кезінде кетіп қалдық қой бір-бірімізден. 3 айлық кезінде кетті, содан бері баланы көрген жоқсыз. Қызықпайсыз ба, мысалы, бір көрейін, балам ғой, тұқымы... Көрсетпейді. Көрсетпейді. Сонда сіз суррогатты әке болып тұрсыз ғой, солай ма? Жоқ, бұл жерде суррогатта ана тақырыбын талқылағанбыз, енді әке тақырыбы, солай болып тұр ғой? Солай ғой енді. Мәссаған. Жоқ, не деген сәйкестік деп айтам да, именно Гүлбаршын. Жалпы Шах мырза... Образға енді кетіпсіз ғой кәдімгідей. Жалпы осындай балаларды жетім қып тастайтын, ары қарай соны жай айта салатын адамдардың түр әлпеті қалай болатынын көргім келді. Және бір жағынан мен де кино саласында жұмыс жасаймын, болашақта сізді көріп жатсам, сізден аулақ жүру үшін, сіздің түріңізді көру үшін осы шымылдықты мен ашқан боламын.